Қайырлы күн балалар. Бүгін қазақ тіл пәнінің 9-шы сабағын бастаймыз. Сабағымыз и және қысқа и әріптерінің жазылуы деп аталады. Сен бүгін и, қысқа и әріптері бар сөздерді сауатты жазуға үйренетін боласың. 34-ші жаттығуға назар аударайық. Жұмбақты оқып шешуін тауып көрейік. Әжеме өң берген, жиегін көмкерген, етегі желкендей, кім еді ол нендей? Әжемізге өң беріп тұрған, жиегін көмкеріп тұрған, етегі желкендей болып тұрған ол қандай киім? Иә, ол әжеміздің басындағы кимешек. Балалар, кимешектің не екенін білеміз бе? Білмейтін болсақ, үйдегі әжелерімізден, аналарымыздан сұрап көрейік. Сіздердің әжелеріңіз киіп те жүрген болар. Кимешек деген сөздің екінші дыбысы и. К деген дауыссыз дыбыстан кейін тұрған и дауысты болады. Бүгін сен барлық жаттығудағы и және қысқа и дыбыстарын салыстырып, олардың айырмашылығын ажырата алатын боласың. Келесі жаттығуда жаңылтпаш берілген. Біз осы жаңылтпашты алдымен жаттап алайық, сосын и және қысқа и әріптері бар сөздердің астын сызайық. Бейсенде бар сеңсең тон, сейсенде бар сеңсең тон, кигендері өңшең тон. Енді қараңдар, өлеңді кім оқып отыр? Шумақтың қай тармақтары түсінікті болып тұр? Ал енді осы жаңылтпаш бойынша сенің түсінбеген сұрақтарың бар ма? Бейсен деген сөзде е дауысты, дауыстыдан кейін келген и қысқа и болып айтылады, және ол дауыссыз болады. Сейсен деген сөзде де дауыссыз и тұр. Ал кигендері деген сөзде к дауыссыз, сондықтан одан кейін жазылған и дауысты болады. Енді 36-шы жаттығуға назар салайық. Бәріміз бірге орындайық. Айжанның әшекей бұйымдар салатын қобдишасына идан басталатын сөздер түсіп кетіпті. Ал соларды тауып көрейік. Ең бірінші қандай сөз екен? Екі әріптен тұратын? Ит. Сен мүмкін басқа сөз айтып отырған шығарсың. Сенің нұсқаң да дұрыс. Ит, ине, мынау менің тапқан сөздерім. Айжанның қобдишасына түсіп кеткен сөздер осылар деп ойлаймын. Ал сен қалай ойлайсың? Иілу, иіссу, инелік және иінағаш. Мүмкін сенің басқа нұсқаларың бар шығар. Оны комментарийге жазып қалдыруды ұмытпа. Сергіту сәтін жасап ал. Енді мына бір жағдаятты оқып, осы жағдаяттан қалай шығатынымызды бәріміз топта талқылап көрейік. Димаш дене шынықтыру сабағына киетін аяқ киімін жоғалтып алды. Ол менің аяқ киімім жоғалды. Ол өте қымбат тұрады. Оны әке-шешем туған күніме сыйлаған болатын. Табуға көмектесіңдерші деген мазмұнда хабарландыру жазды. Осы хабарландыру арқылы ол аяқ киімін таба ала ма? Таба алмаса, сен хабарландыруды қалай жазар едің? Ол жоғалтқан аяқ киімін табу үшін қандай хабарландыру жазу керек? Ол өзінің аяқ киімін сипаттау керек, түрін, түсін, көлемін, өлшемін жазу керек. Және қай жерде қалдыру мүмкін екендігін жазу керек. Сонда ол тез таба алады. Сен Димашқа сол аяқ киімін табатындай етіп хабарландыру жазып, бір-бірлеріне немесе мұғалімге оқып беріңдер. Балалар, сендер бүгін и және қысқа и әріптері бар сөздерді сауатты жазуды үйрендіңдер. Және әжелеріңнің киіп жүрген кимешегі қандай болатынын көріп біліп алдыңдар. Ал сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық.